Қазір көктем айы, күннің жылыған кезі, бұл дегеніміз кенелердің белсенді кезеңдерінің бірі. Белсенді кезеңі көктемнің алғашқы айларынан күздің соңғы айларына дейін жалғаса береді, яғни күн суытқанға дейін. Жалпы кенеге бір қарағанда ол кішкентай безобидный жәндік болып көрінгенімен, бірақ адам ағзасы үшін қауіпті неврологиялық ауруды тасымалдайтын, яғни жәндік болып табылады. Атап айтқан кезде кенелік энцефалит, конго-кремдік геморрагиялық қызба және де боррелиоз сияқты ауруларды бұл тасымалдайды. Бұл аурулар адам ағзасында жүйке жүйесін зақымдайды. Соның салдарынан науқаста паралич немесе өлімге дейін алып келуі әбден мүмкін. Елімізде осы Жамбыл облысынан тіркелген случай бойынша науқасты кене шаққаннан кейін ол науқас мән бермеген. Соның салдары науқас көз жұмып отыр. Сол себепті дер кезінде дәрігерге қаралуымыз керек. Жалпы мен өзім қабылдау бөлімінде дәрігер болып жұмыс жасайтындықтан күніне бізге кене шағуы бойынша 10 науқасқа дейін қаралады. Яғни ол науқастарға біз алғаш көмегін көрсетіп, кенелік энцефалитке қарсы вакцинасын салып, және де арнайы рекомендациялар беріп, үйіне шығарып саламыз. Пайдалы қазақша контент болсын деп, осындай видео түсіруді шештім. Бұл видеода кене қалай жабысады, қандай аурулар тудырады, қалай қорғанамыз, сол жайлы қысқадан нұсқа айтып өтетін боламын. Және де бұл видеоның соңына дейін көріңіз, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Себебі сіз дәл осылай жасайтын болсаңыз, видео рекомендацияға шығып, және де еліміздегі көп адамдар көруіне себепші боласыз. Кене адамға қалай жабысады? Бірінші, ол үйдегі ит мысықтардан жабысуы мүмкін. Егер сіз үйде ит мысықты ұстайтын болсаңыз, немесе аулаңызда жүрген ит мысықты құшақтайтын болсаңыз, соның денесіне жабысқан кене сіздің денеңізге өтіп кетуі мүмкін. Келесі, интернет желісінен өздеріңіз көріп жүрген боларсыздар, именно шөптің немесе қурайлардың басына шығып, кене аяқтарын көтеріп, өзінің жемтігін күтіп тұрады. Сол моментте егер қасынан өтетін болсақ, например, адам баласы, онда ол киімге жабысып, киім арқылы өрмелеп, біздің ашық жерімізге барып жармасатын болады. Яғни ашық дегенде де ол терісі жұмсақ жерлерге барып жабысады. Мысалы үшін қолтық, шап аймақтары, құлақтың арты, шаш немесе мойын сияқты жерлерге яғни жабысады. Кене шаққан сіз байқамайсыз, себебі ол маса сияқты арнайы обезболивающий арқылы өздерінің тістерін батырады, сол кезде сіз байқамай қалатын боласыз. Осы жайында кене қалай жабысады, сол жайында қазір видео қоямын. Почему нельзя просто выдернуть клеща? Если вы просто резко дернете его, вы совершите огромное. Сначала он использует 2 телескопических стержня, чтобы распилить слои вашей кожи. Прежде чем проникнуть глубже, он выплевывает слюну, содержащую анестетик. Именно поэтому вы никогда не почувствуете укус. Затем он вводит гипостум. Он выглядит как бензопила, покрытая острыми зазубринами, направленными назад. Эти зазубрины действуют как гарпун. Чем сильнее вы дергаете, тем глубже они впиваются в вашу плоть. Что еще хуже, многие клещи выделяют специальный цемент, который навсегда приклеивает их к вам во время питания. Поэтому, когда вы дергаете тело, голова отрывается и остается запертой внутри, вызывая сильную инфекцию. После питания он отпадает, чтобы отложить 1000 яиц. Если вы видите красное кольцо, обратитесь к врачу. Бұл видеода көргендеріңіздей, егер сізді кене шағып алған болса, сіз дереу дәрігерге баруыңыз керек. Яғни қабылдау бөлімінде травматологиялық пункт болады. Яғни осы жерге барсаңыз, сізде кенені алып, клещевой энцефалитке қарсы вакцина салып, сізге рекомендация тағайындап, сізді үйіңізге жіберетін болады. Ал егерде қандай да бір ауруға сізде подозрение болатын болса, сол жерде диагнозыңызды анықтау мақсатында әртүрлі зерттеулер ұсынатын болады. Ал егер сізді таулы аймақтарда кене шағатын болса, яғни ауруханаға жақын емес жерлерде денеңізден тауып алдық делік кенені. Ол кезде біз яғни кенені алудың 2 жолы бар. Біріншісі пинцетпен, екіншісі арнайы жіппен. Сіздің қолыңызда, конечно, пинцет болмайды. Сол себепті сіз жіппен алуыңыз керек. Яғни обычный футболкамызда киім тігетін жіппен. Киімімізден бір жерден ақырын жіпті аламыздағы кенені байлаймыз. Яғни бір узелок саламыз кенеге, сонымен кенені тартып байлап, яғни жіпті бұрау арқылы, яғни кенені тартып жұлып аламыз. Кене жабысып тұрған жерге біз май құйып, немесе спирт құйып, или йод құйып, ол кенені шошытудың қажеттілігі жоқ. Егер сіз қолмен жұлып алатын болсаңыз, немесе пинцетпен бірден жұлып алатын болсаңыз, кененің басы қалып қалуы мүмкін, немесе аяқтары, тістері қалып қалуы мүмкін. Соның салдарынан ол жерде дәлше жаңағыдай қабынулық процестер жүруі мүмкін. Сол себепті, яғни кенені жұлар кезде жіппен бұрап аласыз, немесе пинцетпен де тоже. Пинцетпен қысып, қолмен бұрап жұлып алуыңыз дұрыс болады.
кенені сіз жұлдық делік, кенені жұлғаннан кейін ол кенені өлтіріп тастамаймыз, арнайы контейнерге немесе бір ыдысқа салып, соны алып кеп, яғни осы аудандық мекендерде немесе қалалық мекендерде частный лабораторияға апарып өткізіп, бұл кенеде жаңағындай кенелік энцефалит, боррелиоз немесе конго-кремиктік геморрагиялық қызба сияқты аурулар бар ма, жоқ па, соны анықтауымызға болады. Егер бар болатын болса, соған қарсы, уже ауруларға қарсы вакцинациялар салынатын болады. Жоқ болатын болса, онда сіздің бағыңызға орай өте жақсы деген сөз ол. Қандай кездерде біз дабыл қағуымыз керек? Мысалы үшін кене шақты дерік, таулы аймақтарда, ауылды аймақтарда, енді бала кезімізде барлығымызға кене жабысты, қолмен жұлып тастаймыз, лақтырып жіберіп ойнап жүре береміз. Енді ол кезде бағымызға байланысты ешқандай ауру сырқау тасымалдайтын кене болған жоқ. Кене шақты делік, кене шаққаннан кейін, егер сізде температура көтерілсе, аппетит төмендесе, әлсіздік болса, бас ауру, жүрек айну, құсу, және де бұлшық ет буын ауыратын болса, дереу дәрігерге қаралуыңыз керек. Себебі мен жаңа атап айтқан 3, яғни осы кене тасымалдайтын аурулар инкубациялық кезеңі, яғни жасырын кезеңі ол 15 күнге дейін, алғашқы күннен 15 күнге дейін жалғаса береді. Сол себепті осындай гриппозный состояние пайда болса, дереу дәрігерге баруыңыз керек. Дәрігерге барып айтасыз, яғни мен осындай күні кенені алып тастадым, содан кейін осындай менде симптомдар пайда болды деп. Дереу дәрігер сізге дереу арнайы қан талдаулар немесе инструменталды зерттеу арқылы сіздің диагнозыңызды нақтылап, сізге лечение тағайындайды. Ем неғұрлым ерте басталса, нәтижесі соғұрлым өте жақсы болады. Кенеге қарсы иммуноглобулин, яғни вакцинаны біз 72 сағаттың ішінде салуымыз керек. Егер сіз 72 сағаттан асып кететін жағдайда болса, онда вакцина сізге әсер етпейді кене шаққаннан кейін. Сол себепті кене шақты ма, кенені алып да қолыңызға контейнерге салып келіп вакцинацияңызды салдырып, кенеңізді апарып лабораторияға немесе CSH өткізгеніңіз абзал. Сол жерде жаңағы кенені зерттеп анықтайтын болады. Біздің елімізде эндемиялық аймақтар бар. Бұл аймақтар дегеніміз, яғни осы аурулар анықталған аймақтар атап айтқан. Ол облыстарға бізде осы Алматы облысы, Алматы қаласының шет жағасынан таулы аймақтар, Жамбыл облысы, Қызылорда облысы, Солтүстік Қазақстан және де Шығыс Қазақстан облыстары кіреді. Бұл облыстар бізде эндемиялық аймақтар деп аталады. Егер сіз осы аймақтардың тұрғындары болсаңыз, таулы аймақтарда немесе мал ұстайтын болсаңыз, ауылды аймақтарда, сізге міндетті түрде жаңағындай осы кенелік энцефалитке қарсы вакцинасын салдырып алғаныңыз өзіңізге абзал болып табылады. Келесі сұрақ, кенеден біз қалай қорғанамыз? Егер сіз таулы аймақтарға шығатын жоспарыңыз болатын болса, сіз ашық түсті киім киюіңіз керек. Себебі ашық түсті киімге жабысқан кенені, құрт құмырсқаны біз бірден байқаймыз. Келесі, шалбарымызды нәскидің ішіне салуымыз керек. Ашық жер болмау керек, яғни төменгі жақтарымызда. Сосын дәріханаларда арнайы аэрозольдер сатылады, яғни масаға, осы кенеге қарсы. Соны аламыз да киімімізге және немесе ашық жерлерімізге, аяқтарымызға шашып аламыз. Бұл кезде ол аймақтарға кене немесе маса мүлдем жоламайтын болады. Қазір уақытта интернет желісінде әртүрлі видеолар шығып жатыр, например, не только біздің Қазақстанда, және басқа елдерде осы кене шаққан бойынша әртүрлі случайлар. Бұрындары особо қатты мән бермейтін болатын. Жалпы мен өз басым кенеге қазір кейінгі уақытта әртүрлі осындай случайларды естігелі қатты мән беретін болдым. Қазір енді таулы аймақтарға шығатын болсам, әрқашанда жаңа аэрозоль, яғни осы кенеге қарсы, соны денемізге шашып алуымыз керек. Сол кезде бізге кене жабыспайды вообще. Және де айта кететін жайт, егер сізде иттеріңіз, мысықтарыңыз болатын болса, жалпы жаздың күні бұндай уақыттарда мысықтарды тоже ауылды аймақтарда үйге кіргізбеген абзал. Себебі олардың денесінде көп болады. Өткенде ғана өзім ауылға барып келдім. Ауылға барып мысықты ұстап алып тексеріп көрейінші деп мойнын қарасам, мойнын үшін 3 кене алдым. Ол мысық үйге де кіреді, немесе құшақтайды, кішкентай балалар деген сияқты. Сол себепті қазіргі уақытта итке, мысықты құшақтамай қойған абзал. Егер осы инфекцияны тасымалдайтын кене малға барып жабысқан болса, сол малдың сүтін сіз шикідей ішетін болсаңыз, немесе жаңағы кілегейін қаймақ ретінде ішетін болсаңыз, сол арқылы адамға жұғуы тоже мүмкін. Сол себепті, егер малдарыңызда кене болатын болса, арнайы ветаптекадан арнайы препараттарын алып,
салдырып, жағатын жағып, шашатын шашып, малдарыңызды тоже кенеден аулақ ұстағандарыңыз өздеріңізге абзал. Жалпы ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеуіміз керек. Егер осы видео сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.